Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге қазіргі таңда хит болып жүрген қытырлық баклажандар қосылған салаттың жасалу жолын көрсететін боламын. Алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіз. Ең алдымен баялдыны жуып, таза кептіріп, екі шетін кесіп тастаймыз. Одан кейін қалауыңыз бойынша қабығын алсаңыз болады. Қабығын ашып алғаннан кейін осы видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Осы туралған баялдының үстіне жүгері крахмалын саламыз. Жүгері крахмалы ең керекті ингредиент, себебі осы крахмалдың арқасында біздің баялды қытырлақ болып шығады. Осылай толықтай жүгері крахмалына орнатамыз. Одан соң қызып тұрған майда баялдыны қызарғанға шейін қуырамыз. Астындағы отты барына шығарып қойып, осылай араластыра отыра қуырамыз. Және қызарғаннан кейін қағаз төсеніштің үстіне салып аламыз. Сол кезде артық майы қалмайтын болады. Жуып кептіріп алған ақшелкенің үстіне қызанақтарды видеода көрсетілгендей етіп турап саламыз. Одан соң қуырып алған баялдыны саламыз. Енді соусын дайындаймыз. Ол үшін ең басты соус осы сладкий чили соусы қажет болады. Одан кейін кішкене зәйтүн майы, дәміне қарай тұз бұрышын салып, барлығын араластырамыз да салаттың үстіне саламыз. Қалауыңыз бойынша орегано немесе базилик қоссаңыз болады. Үстіне соусты құйғаннан кейін салатымызды араластырамыз. Дайын болған салатты ыдысқа салып, үстіне сүзбелі ірімшікті қойып шығамыз. Ең соңынан үстіне кунжут себеміз. Одан бөлек кедр жаңғағын немесе асқабақтың шағуын сепсеңіз де болады. Мінекей бізде осындай керемет салат жасалынады. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.